Нөмірі 102 жалпы білім беретін мектептің 9 А сынып оқушысы Ексенбай Диана. Әл-Фараби және музыка теориясы. Әбу Насыр әл-Фараби ежелгі Отырар қаласында туған. Ол іргелі еңбектер жазып қалдырды. Музыканың теориясы мен тарихы жөніндегі зерттеулерінде әл-Фараби көптеген ойшылдарды асып түсті. Музыканың ұлы кітабы деп аталатын еңбегі жарық көрген. Сондай-ақ оны дүние жүзінің барша ғалымдары Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп таныған. Әл-Фараби музыкалық аспаптарда шебер орындаушы болды. Жанынан ән күй шығарды, музыканы зерттеді. Аспаптардың жаңа түрлерін өз ойлап тауып, жасап шығарды және жетілдірді. Өз замандастары қобызшы Нышан Абызбен, аты аңызға айналған күйші Қорқытпен таныс болған. Олардың орындауында Құс жолы, Жез табақ, Сыр сандық, Желмаяқ күйлерімен танысады және осы күйлердің әсерімен Шұбар айғыр бір күйін шығарады. Музыка теориясы саласында Әл-Фараби араб философы Әл-Кидидің еңбегімен танысады. Әл-Фарабидің музыкалық аспаптар жөніндегі еңбектерінің маңызды болатын себебі ол өз заманындағы музыкалық аспаптарды зерттегенінде еді. Олар үрлеп тартылатын най, сыбызғы, қыпшақ, іштегі ут, чанг, рубаб, шахрут, дутар, қобыз, танбур, канун, ұрып ойналатын нагора, тайбыл, дойра және басқалар. Ол жазған аспаптардың кейбірі бұл күнде жоқ немесе жетілдіре келе дәуір өзгерген. Әл-Фараби көне музыкалық аспаптардың шығу тегін табиғаттағы дауысқа балап соны қайта жаңғыртумен байланыстырады. Мысалы, құмның сусылы үңгірлерде, желдің өлдеп соғуы, қамыстың сыбыры. Қазақтың үскірік аспабының аталуы желдің үскіріп соғуына байланысты туған. Ал ұрып ойналатын аспаптар негізінен ағаш пен көн теріні, сүйекті пайдалану негізінде дамыған. Мүйізден, қамыс сабағынан үн шығару үрлеп таратылатын аспаптардың бастамасы еді. Шығарылатын үннің ақырын немесе қатты естіруіне, сондай-ақ сыр сипатына қарай тұрмыста түрліше дамып отырған. Бұл жайында Әл-Фараби соғыстар мен шайқастарда пайдаланылатын би, үйлену тойы, сауық сайран үшін қолданылатын және махаббат жырларын сүймелдейтін аспаптар болады деп жазған. Үрлеп тартылатын аспаптардың ащы дауысын және ұрып ойналатын аспаптардың күшті дауысын ұрыстарда, аңға шыққанда, шамандардың бақсылық құру кездерінде пайдаланылған. Кейбір үрлеп тартылатын және ішекті аспаптарда музыканттар құстың сайрауын, аңдардың ақыруын, табиғатта болатын басқа да түрлі дауыстарды шебер сала білген. Сондай-ақ әншінің салған әнін айнытпай келтірген. Әл-Фараби орта ғасырларда негізінен вокальдық музыканың дамығанын айтқан. Әншілер шертіп ойналатын және ысқышты аспаптардың ішектерін бір сарымен даңғырлатып сүймелдей отырып ән салған. Аспаптар қарапайым болғандықтан оларда ойнау мүмкіншіліктері де шектеулі болған. Сондықтан әншінің мың құбылттан әндерін сүймелдеуге бұл аспаптар жарамаған. Және де Әл-Фараби арфаның шығу тегі садақ деп жазады.